Жамбыл облысында өңірлердің әлеуметтік экономикалық дамуына ерекше көңіл бөлініп, халықтың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған жобалар жүзеге аспақ. Осы мақсатта облыс әкімі жұмыс сапарымен Қордай ауданына келіп, тұрғындармен кездесті. Басқосуде ауданның әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерімен ендігі жоспарлар таныстырылып, халықтың ұсыныс пікірлері тыңдалды. Толығырақ тілші материалында. Басқосуға аудан басшылығының өкілдері, түрлі сала мамандары мен ардагерлер, жастар және ауыл тұрғындары қатысты. Жиын барысында облыс әкімі Ербол Қарашөкеев өңірдің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштеріне тоқталып, ауданда жүзеге асып жатқан инвестициялық жобалар мен инфрақұрылымдық жұмыстар туралы баяндады. Соғанды ауылындағы жылына 500 мың тонна алтын кен рудасын өндіретін Шоқпар Гагаринская жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылысы 40%-ға жүргізіліп, 2027 жылдың 2-ші тоқсанында қолданысқа беруді жоспарлап отырмыз. Ауданда бірінші байыту фабрикамыз. 30 жыл бойы 10-нан астам кен орындарымыз бар, енді міне байыту фабрикаларымыз құрылысын бастап жатыр. Аталған тау-кен зауытында аудан тұрғындарына 500-ге жуық тұрақты жұмыс орындары құрылатын болады. 500-ге жуық бір байыту фабрика. Сондай 5 байыту фабрика соғатын болсақ, қуаттылығы одан да үлкен 5-10 мыңға дейін жұмыс орны пайда болады. Жалпы биыл Қордай ауданында құны 7,7 миллиард теңге болатын 7 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланыпты. Жылдың 5 айында негізгі капиталға тартылған инвестициялар көлемі 23,5 миллиард теңгеге жеткен. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы саласында да оң көрсеткіштер сақталып, егіс алқаптары ұлғайтылған көрінеді. Мемлекеттік бағдарламалар аясында шаруаларға қаржылай қолдау көрсетіліп, ирригациялық жүйелерді жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Республикалық маңызы бар Қарасу Масаншы Сортөбе жолының аудандық маңызы бар Қарагемер Керу Күнбатыс 1, Күнбатыс 2 ауылдарына кіреберіс автомобиль жолдарында орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Көптен күткен аудан тұрғындарын сұранысы бойынша. Өткен жылы Қарагемер Қарасу ауылдарында заманауи талаптарға сай 300 орындық 2 мемлекеттік мектеп қолданысқа беріліп жұмысын бастады. Ағымдағы жылы білім саласында 5 жоба іске асырылып жатыр. Кездесуде инфрақұрылым мен әлеуметтік саланы дамыту мәселелері де сөз болды. Бүгінде ауданда жол жөндеу, ауыз су жүйелерін жаңғырту және әлеуметтік нысандар салу бағытындағы жұмыстар жалғасын тапқан. Ал тұрғындар тарапынан денсаулық сақтау саласына қатысты мәселелер көтерілді. Әсіресе аудандық емхананың тарлығы сөз болды. Осы біздің Қордай ауылының орталығындағы орталық аурухананың жағдайы. Орталық аурухананың жағдайы қазіргі таңда өте мүшкіл десе болады. Тегі барып біз қазір жасқыны келген ардагерлер сол больницаға, поликлиникаға көп қараламыз ғой. Өзі тар, ыңғайластырған ғимаратқа орналасқан поликлиниканың ішінен тегі адам жаны ұялады. Ішіне сыймайды. Коридорлары тар. Бір бөлмеде бір врачтың орнында 2 врач қабылдап жатыр. Жиын барысында тұрғындардың ұсыныс пікірлері мен талап тілектері тыңдалды. Облыс әкімі көтерілген мәселелер бойынша жауапты мекемелерге нақты тапсырмалар беріп, олардың орындалуы тұрақты бақылауда болатынын жеткізді. Айта кетейік, өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына бағытталған жұмыстар үздіксіз жалғасын таппақ. Айгерім Қожабайқызы, Дәулет Акимов, Қордай 24 Ньюс.